Сау сәлеметсіздер ма, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге осындай әдемі ромбы құрақтан ши құрақ құрап, одан жақсы жастықша тігуді көрсетемін. Менімен бірге құрап үйреніңіздер. Ол үшін бізге мынандай бөз матасын таңдап алып, осының астына, мынандай ортасына ақ, даярлап алынған ақтан ромбымызды қойып тіге бастаймыз. Ол үшін міне 4 сантиметрлік ленталар мен қиып даярлап қойдым. Осыны бастап тіге бастаймыз. Мына бір жағына қарай қисайып отыратындықтан өте мұқият болуымыз керек. Бір жағына қарай былай қырындап қисайып отырады. Сондықтан осыны мұқият қарап отырып бастап аламыз. Астында біз бұны тура қырқпаймыз. Мына ортасындағы қиғымызға қарап отырып, оны сәл қиғаш қылып қиямыз. Мына қиғашының түсіне, тура тұсынан былай қиғаш қырқамыз. Міне, осылай қиғаш қырқып, екіншісін осының тұсынан қайтадан бастап ары қарай тігіп құрай бастаймыз. Қайырып, тура мына қайшыменен осының туралап аламыз да, қайтып қайшының несіменен, үшіменен етіп қырып тастаймыз артықтарын. Енді бізге қызыл қиығымыз керек. Енді екінші қиығымызды тігеміз осыған ары қарай. Біз мұны былай ашқан кезде мына жағы былай ромбы болып келу керек, осыны бақылап отыруымыз керек. Міне, біз қырқан кезімізде осылай мына ромбының сыртынан осылай айланып отырады. Міне жерінің қырққаны қиғаш қырқылады. Міне қарап отырсаңыздар, осылай қиғашынан қырқып отырамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін мен қырқып даярлап қойдым. Міне осылай біз енді осы қиықшаларымызды 3 қайта осылай тігіп аламыз. Бірінен кейін бірін, жалғастырып отырып
қырқып дайырлап тігіп отырамыз. No funny. No funny. No funny. Ticky. Ticky. Міне құрметті қыздар, біз мынаны осы салған матамыздың үстіне мынау ромбының сыртын осылай шиқұрақпенен құрап отырамыз. Оның басты бұрынғы төртбұрыш шиқұрақтардан айырмашылығы мынаның шетін екі жағына қарай былай қиғаш қып келтіріп отырамыз. Өйтпесек бұл мына құрағымыздың сырты дұрыс шықпай қалады. Міне мен енді осыны жалғастырып, мына сияқты алып барлығын қазір құрап шығамын. Келесіде міне көкті мына жерде қиған кезде бір ескерте кететін жай, мына ұқсап бүйтіп мынадан былай қарай бүйтіп тігіп шықтық қой. Енді міне мынау қайырылғаннан кейін біз мына қайшының көмегімен міне былай тура былай матамызды былай салып қойып, мына артығын осылай мына қайшымызды туралап ұстаймыз да үстіп қырқып аламыз. Оны ешбір қиыншылығы жоқ. Былай қиғаштап, енді екінші жағын тігіп алғаннан кейін дағы мына мысалы мына көгімізді салсақ, екінші жағында да былай келген кезде туралап аламыз. Мына жағын міне бүйтіп келгенде мен сіздерге мынаны түсінікті болу үшін мынаған қарап отырмын. Міне мұнараны қиғаштатып қиямыз. Оны міне көзге де көрініп тұр, осылай қиғаш болып былай ұзарып отырады ғой. Міне мына жағы былай қарай қиғаш, мына былай қарай қиғаш болып осылай бір-біріне айланып отырады. Міне осыны ескерсеңіздер, енді мен мына плюс мата мен тігіп отырған мынағын байқап отырасыздар. Бірыңғай былай болып отыру керек. Міне жерді былай тігіп алайын, қазір сосын тағы да көрсетемін. Міне біз жаңағы төртеуін бір-біріне осылай құрап алдық. Енді осыны былай бір-бірінен үштерін осылай қайырып тігеміз. Бір жақ шетінен бір кішкене жерін ашық қалдырамыз аударуға және ішіне нәрсе салуға. Басқасын осылай барлығын төртеуін үстіп бір-біріне қосып шығамыз. Сонда бір осындай көлемдегі жастықша болып шығады. Міне құрметті көрермендер, біздің жастығымыз бітті. Осындай әдемі жастықша болып шықты. Бұл міне жаңағы ромбы сияқты құрақтан ешбір жерінде тігіс жоқ сияқты өте әдемі болып, жан-жағы бірдей тегіс әдемі болып көрініп тұрады. Міне бірінің үстіне бірін былай жинап қойса көрпешенің төр көрпелердің үстіне жастықша, шынтақ жастық деп айтады қазақ. Осылай. Бүгінгі жұмысым аяқталды. Каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар.